Мен Талдыбұлақ жалпы орта білім беретін мектебінің химия және география пәндерінің мұғалімі Ақашева Сағадат Оңғарбайқызы. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Садықова Өрік Ғабайдоллақызынан және мектеп әлеуметтік педагогі Арайлым Нұржан қызынан қабылдай отырып, сіздерге Абай Құнанбайұлының «Қыс» өлеңін арнаймын. Ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, кәріғыдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп толданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Келесі эстафетаны жалғастыруды мектебіміздің математика пәнінің мұғалімі Исмагулова Жанаргүл Қонақбайқызына және биология пәнінің мұғалімі Шымақова Аян Қамария қызына жолдаймын.